жабдықтары адамның өзіне үйдің ішіне келгенде эмоция сыйлай алатындай мықты дәрежеде заманауи технологиялармен жабдықталынады. Ал үйдің бірінші этаж вокзалында спорттық заттар және де өзінің денсаулығына байланысты заттар қолданылады. Және де бұл жерде бізде бірінші этаждың соңында және де подвалымыздың соңғы жағында бункерлеріміз бар. Яғни Nadir Olimpiada tushib ketadi, uni qo'rg'ab bergan. Бірақ болған жағдайда өзіңізде 3 күн ішінде қалыңсыз тіршілік ете аласыздар. Оның ішінде консерві заттар, көптеген заттар барлығы болады. Ал бункердің ішінде SOS кнопка, көмек шақыру дабылы және де светті жақсарту заттар болады. Ішінде батарея, энергия барлығы болады. Бұл үйдің тағы бір ерекшелігі біз өзбек халқымызда көп балалы болатын болса бөлек шығарады. Егер де сіздердің 16 немесе 8 сотық, 10 сотық жерлеріңіз болатын болса, бұл үйді 4 сотық жерге салынады. Дәл осы салынып бір баланы бөлек шығарылады. Ал 10 сотық жерге есептелінетін болса, 2 сотық жасыл алаңға, яғни қалаған заттарыңызды қойып, дәл осы анандай етіп ағаштарыңызды еге аласыздар. Егер де сол екі ғимарат 10 сотыққа түседі. Егер де 8 сотық жер болатын болса, 4 сотығына үй түседі, 4 сотығы сізге жасыл алаң болып қалады. Айтып тұрған нелердің ішіндегі технологиялары бар, бұл интернетте бар. Аны ыңғайлы үй деген, сондай нелер көп та, каналдар көп. Олар бар нелер. Сенің жаңалығың не? Оның жаңалығы қазіргі таңда бізде сол үйлер, ол техникада бар, әлеуметтік желіде шығып жатқанда, олар үлкен аумақтарға соғылып жатыр да, үлкен жер. Ал ол жерді біріншіден жердің көлемін азайтып жатыр, яғни адам оның ішінде комфорт бола алмайды. Ал бұл үйдің ішіне барлық зат болған оның айтылып ішке кірген кезде эмоция сыйлайды. Эмоция сыйлау үшін не қойылған? Қандай зат қойылған? Бұл екінші, бұл мен өзімнің ғылыми жобамда қазір оның барлығын түсіндіріп кетемін. Тездеп түсіндір. Нақты өзіңнің жаңалығын айтшы бізге. Оның ішінде жаңалықтар, бұл қазір ешжер әлеуметтік желіден таппайсыздар, яғни ішінде умникол деген бар. Үйдің ішіне кіргенде, бұл қазір отдельный ғылыми жоба ол. Барлығын оны түсіндіремін. Тегідей. Ғылыми жоба ол басқа ғылыми жоба. Ал бұның өзіне болды дейтін болсаңыздар, бұны тоқтатып өзімнің ғылыми жобамы